Қазір тиктокқа фильтрсіз шығарып мен позорын шашайын деп тұрамын жақта. Фильтр да жоқ, жарық да жоқ, короче. Не болса да тағдырыңа көнесің болып тұр ғой. Қалайсыздар? Мәні, баяғыда тамашада ше, короче, тамашада бір әйел мен күйеуі болады да, сосын ана пароль болады ғой, мяу деген, жоқ бауыржан шоуда емес па, мяу деген пароль, короче, күйеуі мяу деген кезде кеттік деген сөз да, сосын ана айтады ғой, срочно парольді ауыстыру керек дейді ғой, короче, көрші біліп қойыпты дейді ғой. Сосын анау, короче, парольді ауыстыру керек, сосын әйел айтады ғой, білмей қиналып тұрмын, ана үйреніп қалған, қыз күннен үйреніп қалған, парольді көрші біліп қойыпты, көрші кетіп қалуы мүмкін да, әйел, короче, оны айтса, дайын болып қалады да. Сосын әйел айтады ғой, жаман қыз күннен үйреніп қалған парольім еді, не істеймін деп. Сол сияқты мына үйреніп қалған фильтрім еді, қиналып кеттік қой, не істеймін. Бір күні биткем ғой, короче, бір күні бүйтіп фильтр өстіп отырғанмын ғой, өзімше әңгіме айтып отырғанмын ғой. Мен өз-өзімді толық қабылдаймын, қалай бар солай қабылдаймын деп айқайлап қалған кезде фильтр ұшып кеткен ғой. Короче, именно сол сәтте ұшқан. Сразу орындап жүрді ғой. Короче, түрім бар ғой, секунд әдем болып тұрғаннан. Жоқ, сасқаннан, денем бәрі алай-дүлей болып кетті, короче. Не істерін білмей бүйтіп қарап отырмын да, енді қабылдай алмай жатырмын, короче, шындығы сол сасқаннан. Бүгіннен бастап фильтрсіз шығам, қабылдадым, болды дегесін. Сөйтіп бір айға жоқ болып кеткесің ғой. Қалайсыздар, қыздар, жігіттер? Аман есенсіздер ма? Так что, фильтр жоғалып кетті ғой Инстаграмнан. Мен соңғы кезде сізді тыңдап, жүрегім миым демалып қалды дейді. Фильтр ұшып кетті, фильтр эфирде отырған кезде. Қазір ауызды любой сабақ өткізетін, елмен жұмыс істейтін адамдарға эфирге шығатын кезде, жалпы рилс түсіретін кезде, күшті нәрсе дейін ба сіздерге, обязательно жақты босату керек. Мен босатпай шығып кеттім, қыздар жігіттермен күліп отырып, деген күйімде қосып кеттім. Қосып кеткен жоқпын, қосып кеттім. Сол үшін қуып отқасым. Сол үшін бүгін осындай күн болып тұр. Ауызды бүйтеміз. Деп босатасыз, сол кезде сөздер ақып келе бастайды. Фильтр тұр қазір, қорықпаңыздар. Фильтрсіз күшсіз деп қойды. Қойдым фильтр. Өзіме ұқсайтын фильтрді қойдым. Фильтр деген аты бар, заты жоқ қоя. Алып тастасаң да бәрібір. Либо фильтр бар ма өзі, әйгері? Жақ деген қарсып қала береді адамда. Қазақтың сөзі ұры, жаман сөзі. Маскалар шешілетін жылдайды. Маскалар шешілетін жылдайды. Шешіліп атыр ғой. Маски слетают депті ғой. Бывшылар неге алдынан шыға береді дейді. Бывшылар алдыңыздан шығып атса, сізге, значит, ол бывшылармен бір проработка жасау керек болып тұр. Үйдегілердің мені талқылауын терпеть не могу, неге дейді. Потому что сіздің ішіңізде өзіңізге деген құрмет, шекара қалыптасып келе жатыр. И это нормально, менде я не могу, когда маған ақыл айтқан кезде, біреу мұрнын сұққан кезде я не могу, ондай кезде мен асықпай, осознанно ол адамға түсіндірем. Қарақтарым, бір айтам, менің өмірімді өзім шешім қабылдауыма, өзім сүруіме рұқсат етсеңіздер деймін. Екі айтам, үшінші рет бәлкім айқайлап айтам, соңында ақыры өзімдікіне жетем. Менің ойым тек жақсылыққа дейді, жақсы жандарым. Ал сұрақ қойыңыздар. Ақыры кездестік, шықтық эфирге. Не болды Айгера сенің шаруаң? Ауызды. Тиктокқа сіздікі шығар жергенсіз. Тикток жоқ. Көп мемлекеттерде не болды ғой? Мен тиктокым істеп тұрмын. Сіздікінен шығар жергенсіз.
Мақпал апай кеше ақырзаман туралы көріп қалып, бір қорқыныш қалып қойды. Мидан кетпейді, хотя знаю, Алла біледі. Бәрін ұмытуға қанша техника жасап жатырмын, но кетпейді дейді. Қазір разбор жасаймыз. Мынандай да, қыздар, жігіттер, бүкіл адам бір күні өмірден өтетінін біледі. Оны жасырсаңыз да, мойындағыңыз келмесе де, қанша тырыссаңыз да, ақиқат солды. Барлығымыз бұл өмірде уақытша сүреміз. Бірақ ең мудрый адам, бұл өмірдегі ең мықты адам, ол өлімді ешқашан ұмытпайтын адам дейді. Бұл тәмсіл, бұл философия бүкіл діни, рухани кітаптардың барлығында почти жазылған. Себебі сен өлімнің бар екенін білген кезде, сен өмірдің қадірін біле бастайсың. Сен көп дүниенің босқа, текке тұрғысыз екенін түсінесің. Сен уақыт өткен сайын, осознанностьқа келген сайын, мысалға даже көп нәрсені өліммен сравнивать еткен кезде, мысалға менің лично өзімде, например, күйеумен ажырасқаннан кейін, бұрынғы күйеуіммен, мен ұзақ уақыт я не могла отпустить. Кәдімгідей мен оны жібере алмай қиналдым да. Үнемі оны ойланған сайын, өткен шақты еске алған сайын, жүрегім сыздап, оның бір өмірімде чужой болып қалатындығына ішім келісе алмаған, қиналған сәттер көп болды. И самое интересное, даже мен онымен ажырасып кеткен кезде, сол күні мен білдім, что оның өміріме енді қайтып келмейтінін, жылдармен екеуміз бірімізге бөтен адам болатынымызды. И оны ұмытуға маған, ол больді шешуге маған өлім көмектесті. Қалай мысалға? Бір күні түс көрдім, таңға жоқ түс көрген кезде, аян түс көрген кезде, жан жүрегіммен түсіндім, что адамдар өліп те қалатынын. И өмірдің барлығы өткінші екенін, жан жүрегімен бүкіл қолқаммен қазақша айтқанда түсінген кезде, мен сол кезде я смогла отпустить. Бәрі өмір сіз слишком серьезный мән беретін дүние емес та. Өмір өзі басы бар, аяғы бар. Просто сол өмірді басынан аяғына шейін дұрыс сүру. Енді қараңыз, біз любой белгісіздіктен қорқамыз. Болашақ деген біз үшін қорқынышты, өйткені ол не? Белгісіздік. Хотя мысалға 10 жыл бұрын сіздің қазіргі өміріңізде болашақ болып тұрған. 10 жыл бұрын сіз өміріңізде болашақ болып тұрған кезде сіз қорқтыңыз. Акасы 10 жыл сүрген кезде ешқандай қорқатын дүние жоқ екенін көзіңіз жетті. Сол сияқты өлімде белгісіздік болғандығымен қорқынышты. Бірақ бүкіл діни кітаптарда, бүкіл рухани кітаптарда, егер сіз өлім жайлы зерттей бастасаңыз, наоборот, адамның жаны Аллахпен қауышқаннан кейін тыныштық табады дейді. Сіз наоборот өлген кезіңізде мына дүниеде қиналғаныңыз үшін, аласұрғаныңыз үшін, ақша деп жанталасқаныңыз үшін жаныңыз тыныштық табатын сәт дейді. Сондықтан өлімге деген қорқынышты емес, өлімге деген любопытство, спокойствияны кәдімгідей өзіңіздің ішіңізге салуға тура келеді. Баяғыда, осыдан 5 жыл бұрын «Возлюби болезнь свою» деген кітаптың авторы Синельниковтан интервью алған кезде мен сұрадым, сіздің кітаптарыңыз сондай ғажап, сіз өлім жайлы ойланасыз ба, сіз оған дайындаласыз ба деген кезде ол айтты. Сіз одан қорқасыз ба деп сұрадым да, өлімнен. Сол кезде мен ол интервьюдің толық нұсқасы есімде жоқ, бірақ почему-то сол сұрағым есімде қалыпты. Сонда ол Синельников айтты, мен күнделікті өлімге дайындалып жүрмін дейді. Шын мәнде біздің бүкіл өміріміз сол соңғы деміміз шығатын нүктеге дайындық болып табылады. Сондықтан Құдаймен қауышатын сәт деп қарасаңыз, ақыр заман деген басқаша бір восприятиемен ауыстырып көріңіздер. Бүгін сіздерге қазір разбор жасайтын боламыз. Оған дейін 1-2 сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Одан кейін сіздерге араларыңызда екі адамға разбор жасап берем. Жақсымын жандарым, жақсымын. Бұның бәрінен өту үшін өлімнен қорқу, болашақтан қорқу, өмірден қорқудан өту үшін біраз духовно өсуге тура келеді. Мақпал ханым, мен жұмыстан қысқартылып, соған қатты уайымдап жүрмін дейді. Әркімнің
өзінің өміріне сәйкес өзінің бөлі болады да. Біреу үшін жұмыстан қысқартылу бір дүние төңкерілгенмен бір дейді. Әркімнің даму деңгейіне сәйкес оны толғандыратын бөлі болады. Біреу үшін жұмыстан қысқартылу түк емес, біреу үшін бір дүниенің мәні, сәні болады. Сондықтан сіз осы кезеңде, жұмыстан қысқартылған кезеңіңізде, сіз кейін, жылдар өткеннен кейін, уақыт өткеннен кейін оны аңғаратын боласыз. Осы сәтіңізде сіз наоборот, керісінше өзіңізді шыңдап жатқаныңызды, жұмыстан қысқартылу арқылы жаңа дүниелерге үйретіп жатқаныңызды уақыт өткеннен кейін, жылдар өткеннен кейін сіз ұғасыз. Потому что қараңызшы, жаным, анау бір мешітке барып, екі кісі Құдайға жалынып отырыпты. Бір кісі, Алла тағала маған $1000 беш деп аңырап жылап отқан ғой. Сосын қасында отырған крупный бизнесмен екен. Сол кезде ол айтыпты: "Әй, мен саған $1000 мен ақ берем. Алла тағаланың ұсақ-түйекпен миын ашытпашы" деп. Сол сияқты өмірде өте қатты ұсақ-түйекке слишком мән береміз да, өмірдің құндылығын ұқпаймыз. Сіз бүгін жұмыссыз ба, ертең табасыз. Мысалға қараңыздар, естеріңізде ме, біз кішкентай кезімізде ұйқыдан тұрған кезде, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, ертең не болады екен? Деген бір болашаққа деген қалтықсыз сенім болды да. Таңертең тұрған кезде, ертең қандай күн болады екен? Ол күнді көргіміз келіп, ынтығып, солай тұратынбыз ұйқыдан тұра салысымен. Жылдар өткеннен кейін біз настолько миымызды әртүрлі қорқыныш, әртүрлі уайым қамтып алғаны соншалық, біз ұйқыдан тұрған кезде қатты құлазып өмірден, баз кешіп, қорқып тұрамыз да. Сол өзіңіздің ішіңіздегі осы состоянияны қайтадан өзіңізге үңіліп отырып тауып алыңыз. На самом деле болашақ деген қорқыныш емес, болашақ деген мүмкіндіктер, возможности. И сізді қаншама возможностьіңіз болашағыңызда күтіп тұр. Құдайға шүкір, деніңіз сау ма? Тұрасыз да, ертең қаншама бір жылдан кейін, бәлкім 10 күннен кейін, бәлкім 20 күннен кейін басқа жұмысқа кіріп жатқаныңызды көресіз. Өйткені өмірде еш нәрсе, сіз осылай жұмыссыз жата бермейсіз, жаным сол. Обязательно Алла тағала сізге мүмкіндіктер жібереді. Бәріңіздің 10 жыл бұрынғы мүмкіндіктеріңіз жоқ болды. Қазір 10 жылдың ішінде қаншама мүмкіндікті алдыңыздар. Тура сондай болашақ деген мүмкіндіктер алаңы. Мысалға, ертең қаншама мүмкіндік. Бір жылдың ішінде сенің өміріңе ғалым қаншама мүмкіндік келеді. Бәріңнің өміріңе қаншама мүмкіндік келеді. Сондай восприятиелеріңізді өздеріңіздің іштеріңізде дұрыстасаңыздар екен. Болашақ деген қорқыныш емес. Өйткені біз мысалға өмірден болашақта өтетінімізді білгендіктен, бәріміз әйтеуір бір күні өлімге келіп түйісетінімізді білгендіктен біз болашақтан қорқамыз. Бірақ адамның маңдайына жазылған болады. Мақтум дейді ма? Мақтум. Яғни кешек алхимикте мақтуб дейді ма? Мақтум дейді ма? Яғни өлетін күніңіз белгілі да, бірақ өлім деген на самом деле сіздер ойлайсыздар да, деп қиналады деп ойлайсыздар ма? Адам бір доля секунд и все, кетеді. На самом деле оған дейінгі уақыттың барлығын можно же нормально прожить. Анау секунд қана, доля секунд, и сен білесің, өмірден өтіп баратқанды, дейсің, көзің жұмасың, и берілмеске амалың қалмайды. А оған дейінгі өмірді можно же круто прожить. Түсінікті ғой, я? Мен қарызға кіріп кеттім, 20 миллион, бірақ жұмыста жоқ дейді. Мен балаларым келді ғой. Я тебя тоже люблю, ботам. Мен қарызға кіріп кеттім, 20 миллион, бірақ менде жұмыс жоқ дейді. Зейнеп, неге шығасыз ба разборға? Сізге айтып берейін разборда. Мынандай да, қыздар, жігіттер, мен бетіме не шығып кетті ғой. Оппа. Оказывается, мына жерде бетіңе не жасауға болады екен, түк. Қыздар, жігіттер, қараңыздар, таңертең ұйқыдан тұрасыз, кешке жақын ұйықтайсыз.
күні бойы ойланып қарайтын болсаңыздар, сіз таңертеңнен кешке шейін сіздің ішкі восприятиеңіз бар, ішкі мазмұныңыз бар. Сол ішкі восприятиеңізде сіздің ойлар келет, кетет, ойлар келет, кетет. Кәдімгідей сіздің ішіңізде ойлар бүйтіп импульспен бөлінеді, ойдың қасында міндетті түрде энергия болады. Яғни біздің мына фокусымыз, вниманиеміз алып кетеді, кейбір ойлар алысқа. И сол ойларды таңертеңнен кешке шейін сіз бүйтіп жіпке тізгендей көзіңізбен көріп, внутренний взормен қарай бастасаңыз, сіздің азаннан кешке шейінгі ойланатын ойларыңыз в основном негатив болып табылады. Адамның басына келетін ойлардың 85% негатив, қараңыздар. Енді біз медитацияға өтсек те, өтпесек те, всегда квантовое поле деміз. Всегда единое поле деміз. Яғни сізден бөлінетін ойлар бәрбір көзге көрінбейтін тылсым әлемге сигнал жіберуде. Егер сіздің басыңызға менің өмірім жаман, мен байқұспын ғой, мен 20 миллионды нахрен өмір төлей алмаймын, мен не деген сорлы адам едім, мен не деген бейшара едім деген ойлар сіздің басыңызға келетін болса, сіз жоғары жаққа қарай маған осы өмірді жібер деген сигналды жіберіп жатсыз деген сөз. Енді қараңыз, ол шығудың жолы емес. Енді қараңыздар, сол ой сіздің басыңыздан кетіп жатыр. Одан кейін ойдың қасында егіз кейбір ойлар бар. Ешқандай қасында, например, ғалымның футболкасы ақ екен, басына маска киіп апты деген ешқандай қасында эмоция жоқ, құр сөйлей беретін ойлар болатын болса, олар аса қатты қорқынышты емес. Қорқыныштысы именно қасында эмоциясы бар ойлар. Қазір мысалға, мен на Балида қалып кеттім, енді ақшасыз қалам. Дүңк жүрегің зырқ ете қалады мысалға. Или мен қазір көшеде қалып кетсем не істеймін? Дүңк жүрегің зырқ ете қалады. Или қазір мен балама бір нәрсе болып қалса не дүңк жүрегің зырқ ете қалады. Яғни ол ойдың қасындағы эмоция сенің денеңе өтті да, бүйтіп сенің денеңді жаман эмоция уын септі деген сөз. Бойыңа у тарады, жаман у тарады. Енді соған сәйкесінше сен кәдімгідей настроениең қалай түскенін, ештеңке істеуге зауқың жоқ болғанын өзің де білмей қаласың. Қарашы, сен қазір, например, қазір сені қорқытсам, жаны өмір өзгермейді, ойбай қазір жаман заман болып жатыр, енді бұл заман ақыр заманға алып келе жатыр деп қорқытсам, либо сен таңертеңнен кешке шейін ақша туралы уайымдап, енді балаларымды қайтып бағам, құдайым ау, енді аренданы қалай төлеймін деген сияқты уайымдар көтерілсе, сен өзіңнің не ішіп отырғаныңды, не жеп отырғанын даже сезбей қаласың. Даже сен настолько настроениең жоқ болады, что сен өмірді сүруге, жизненный энергиямен өмір сүруге зауқың кетіп қалады. Мысалға сондай моментте, сен өмірден баз кешіп отқан моментте қасыңа балаң келіп, мам деп сен ақшаны уайымдап отырсың да, мам деп сөйлейтін болса, сен балаңа айтасың, әрі қарай баш дейсің. Потому что сен балаңа қарауға, күйеуіңді құшақтауға, секспен айналысуға, нахрен тамақ істеуге, үйіңді жинауға сенде энергия жоқ. Потому что сендегі основной энергия негативті обслуживать етуге кетіп жатыр. Енді Джо Диспенза айтады, осы сен шым ете қалатын қорқынышты, мысалға Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Бір қайталана беретін бір ой самый опасный деген. Қайталана беретін. Бірақ оны мы во благо пайдалануымызға болады. Қазір сіздерге түсіндірем. Қиын болып жатса да мұқият тыңдаңыздар. Қайталана беретін ой обычно бізде қандай? Мен лично өзімде қайталана беретін ой отырсам, ёп, твою мать деп боқтап кеткесін ба? Мендегі қайталана беретін ой тек қана ақша жайлы. Күнде ақшаны ойлаймын, қорқам, шым етеді. Ақшаны ойлаймын, қорқам, шым етеді. Ақшаны ойлаймын. Я как будто как наркоман сол эмоцияға тәнім тәуелді болып қалған. Яғни күнде ақшаны ойлап қорқу. Мен өзімді осы бертінге шейін жандарым сондай қорқақ екенімді ақшаға байланысты. Мен даже білген де жоқпын, что соншалықты қорқатынымды. Таңертеңнен кешке шейін сонда Джо Диспенза айтады. Яғни осы саған басқа нәрседен қорықпаймын. Жалғыз қалам, күйеуге шықпай қалам деп ойлауы мүмкін. Біреу ауруын ойлауы мүмкін. Күнде мен аурам, бітті, аурам. Теласы әбден соған естіп кеткен, үйреніп кеткен, қалым жерім ашық тұрған жоқ па? Енді қара.
Қане жақта мен бетіме қарап отырған адамдар бар. Енді қараңыздар. Күнде ақшаны ойлап, уайымдай берем. И әбден бойымның үйреніп кеткені соншалықты, я как наркоман завишу от этой эмоции, да? Прям ойдан гөрі эмоцияға больше назар аударсаңыздар, сразу өзіңіздің бессознательный программаңыз табасыз. Енді қарасаңыздар, оказывается, мен есептедім, өзімде приблизительно есептедім. И Джо Диспенза айтады. Біз сондай шым ете қалатын қорқынышты жаңағы программамыз. Ақша не істеймін деп ойлайсың күніне. 50 мен 100-дің ортасында не қылады екен, ойланады екенбіз солай күні бойы. И ол ой жай ой емес, оның қасында жаңағындай сенің денеңді ауыртып жіберетін жаман эмоциясы бар ойда. Сен уже мысалға таңертең тұрдың, ұйқыдан тұра салдың да сен істедің. Ақша жоқ, енді қайтем, ойбай деп ойладың. Естественно, сенің настроение түсті. И сенің основной жаңағы өмір сүруге қажетті энергияңның, мынау сенің энергияң болатын болса, әкеш стаканды. Мысалға, сенің өмір сүруге қажетті энергияңның ақшаны ойладың, міне, жартысы кетіп қалды. Мына өз саған бір күнге берілген энергия. Одан кейін тағы да, ойбай, не істеймін, тағы кетіп қалды. Осылай сенде өмір сүруге, ақша табуға, қуануға, міне бәрін қиып тастадың бір кезде. Бітті, сенде уже нөлсің. Ешқандай сенде жаңаға күш қалмады деген сөз. Ол үшін не істейміз? Біздің мынау Джо Диспензаның сабақтарында айтады, біз не ойлаймыз, соны бұл Джо Диспенза ғана емес, Секрет фильмін алып қараңыз, любой дүниені алып қарсаңыздар, біз не ойлаймыз, квантовые полеге ежесекундно сигнал жібереміз. Мысалға, мен жолым болмайды деп ойласаңыздар, маған жол болмауды бер деп жіберіп тұрсыз. И біз не сезінеміз жүрекпен, сол сезімді теламызбен біз не істеп қартып жатырмыз. Мынау жүректің эмоцияның магниттік күші бар. Яғни сен деген үрейді ойладың ба, қорқынышты ойладың ба, сен өміріңе қорқынышты не істеп жатсың? Автоматты түрде тартып жатсың деген сөз. Сондықтан біз бұл программаның барлығын, жандарым сол, күндерім сол, айларым сол, біз оның барлығын бессознательно, бала кезімізде, өмірімізде бір ақшасыз қалғанда, өмірден таяқ жеген кезде, осының бәрін біз не істедік? Жазып алдық. Енді осознанысқа келіп, өзіміздің программамыздың барлығын өзгертетін уақыт келіп жетті. Өйткені біздің ішімізде, әлемімізде не бар, соған сәйкес өмірді біз айна сияқты көре береді екенбіз. Егер біздің ішкі әлемімізде қорқыныш, уайым, үрей, өмірден түңілу болатын болса, біздің сыртқы өміріміз соның просто айна қатесіз көшірмесі болып табылады. Значит, не істейміз? Отырамыз да, күндіз түні, мен саған осы Балиға келгеніме қанша күн болды бүгін? Қанша күн болды Әйгерім? 18 күн бойы менің өмірімде бірде-бір күн медитациясыз өткен емес. Өйткені Ошоның керемет сөзі бар. Вы должны быть настолько бдительными, дейді, чтобы мимо вас не проходила ни одна негативная мысль, ни одна негативная эмоция, дейді. Настолько бдительный болуыңыз керек. Представьте, мен күндіз түні көшеге барып, құр босқа деп жүргенше, мен отырып, одандағы өзімнің эмоцияларымды, ішкі әлемді тазалауға уақыт берем. Ертең сіз осыны жасағаныңыз үшін бүкіл өмір бақи өзіңізге алғыс айтатын боласыздар. Это глубочайшая работа, которую каждый человек должен сделать. Маған айтады, Мақпал Қаратай, сен неге энергияң возвышенный? Сен неге шаршамайсың? Сен неге жаңағы азаннан кешке шейін бақытты болып жүрсің? Мен сіздерден бір ерекше туылған, или мен бір ерекше Алла тағала жақсы көрген адам емеспін. Мен бәріміз бір дейміз Аллахтың алдында. Просто я делаю эту работу, в отличие от других. Если эта мысль, если эта эмоция травит меня, өмір сүруге желаниемді алып тастайтын болса, егер ол эмоция мен ойлар мені бақытсыз қылатын болса, егер ол эмоция мен ойлар мені ақшасыз қылатын болса, өмірден түңілетін болса, нахрен мне об этом думать, и нахрен мне өз-өзіме жаңағы энергиямды қайта-қайта не қылуға, өз-өзімді улауға. Сол үшін мен мысалға дыхание. Міне қазір сіздерге бір техниканы барлығымыз бірге жасасақ. Мен айтып отқан түсініп жатсам, су беріп жіберіңізші, ғалым мырза.
Ama шешіп тастап отырғым келіп тұр. Су беріп жіберіңізші. Салқыннан бер, аяма қазір. Енді қазір сіздерге қарыздан шығатын, өміріңізді бал қылатын дүниені айтам. Тыңдаңыздар. Қалай алып тастайтын айтам. Тыңдаңыздар. Вы не хотите работать? Мен байқағаным, өмірлеріңіздің секундтың ішінде өзгергенін қалайсыздар. Кеше ғана мысалға мен кімнің кітабын оқыдым, алхимикті қайталап оқып шықтым. Сол жерде күшті сөз бар да. Жандарым менің. Қазір бәріңізді оятып тынам дегесін бе. Кеше ғана алхимикті қайталап оқыдым. Группа крови сізде ураган шығар дейді. Меру, ешкім, қазір мен сізге айтайыншы, Меру деп айтқансың. Меру деп ойқайлап кеткенсің. Меружан, ойлашы сен, мен ешкімнен артық емеспін. Бүкіл адамзатты Алла тағала бірдей қылып жаратты. Сіз ойлап тұрсыз. Сіздің ішіңіздегі программаңыз Меру, былай ойлайды да, просто. Оның группа крови ураган шығар. Мен группа кровиім екінші плюс. Көп адамда бар группа крови. Мен де сіздер сияқты өз-өзімді негативқа әбден малып, страдать етуге тәніме жазып тастап, көміп тастаған адаммын да. Настолько көміп тастағаным соншалықты мен өзімнің орнымнан тұра алмай қалған кездерім өте көп болды. Мен депрессияның бар ғой 1045 түрінен өткен адаммын да. Мен ақшасыздықтың қалтамда 0 теңге болып, балаларымды қалай асырайым деп бүйтіп аңырап отырған сәттерді 1000 рет өткен адаммын. Мен қарызға көміліп, енді қайтем дегенді 1000 рет өткен адаммын. Жарық сәуле бар жаным, біріншіден да. Екіншіден, сіздің сұрағыңызға қарап айтуға болады, что сіздің ішіңізде мынандай программа бар да жаным. Олар потому что маған қарағанда везунчики, со мной что-то не так. Менің, может быть, группа кровиім дұрыс емес шығар. Менің, может быть, әке-шешем мені дұрыс зачать етпеген шығар. Менің, может быть, туған жерім дұрыс емес шығар. С вами все в порядке. Бәріңіз, осы эфирді көріп отырған бәріңізде все в порядке, жандарым сол. Просто сіздің бессознательный бойыңызға жазып алған программаларыңыз бар. Сол программалар көтеріліп кетіп жатыр. Они управляют над вами. Сіз либо нахрен осы жерде тоқтайсыз да, әрі қарай сіз ол программамен кете беретін болсаңыз, сіздің ішіңізде, сіздің қараңызшы, бессознательный, подсознаниеңізге 1045 кедейшілік, ауру, қорқу, өмірден түңілу, бейшаралық жазып тастағанбыз. Біз оны бессознательно жазғанбыз. Оның білсек өзімізге зияны бар екенін кезінде жазбас едік. Біз өскен ортамызға, бұған дейінгі 1045 реинкарнациямыз, душамыздың пәленбай жасаған кармасы, осының барлығы бізге жазылған. Енді адам өмірге келгеннен кейін, біздің өмірге келгендегі негізгі міндетіміз өзі құнды өмірді, басы бар, аяғы бар өмір, бір күні басы бар, бір күні бітеді. Ол өмірді сен абысыңмен алысуға, ана біреулерді жек көруге, либо біреумен жаңағы мен бейшарамын деп сорлауға, либо біреуді өсектеуге арнайсың да, ит боп өмірді бітіресің. Бір күні өлім қылқындырған кезде, ё-майо, осақ па деп ойлайсың өмір. Осақ па сен ойлайсың ба? Бүкіл адам, ана өмірде 90-ға келген адамнан, қариядан сұрапты, ата, өмірді 90 жасқан келдіңіз, 100-ге келдіңіз, не ой түйдіңіз десе, ол кісі айтады дейді. Мына есіктен кіріп, мына есіктен шыққандай болдым деп. Сол сияқты. Өмір өте жылдам, мен оны бүкіл қолқаммен, бүкіл клеткамен сезем оның жылдам екенін. И сондықтан мен әр күнімді неге арнағым келеді десе, Құдайды табуға, оянуға, просветляться етуге, пробуждаться етуге, полностью программадан арылуға. Это мой посыл. Я буду всем телом, бүкіл нәрседен отказ беруге дайынмын, но я буду искать Бога. Я буду всю жизнь до конца, пока мен ішімдегі полный духты, полный гигант тапқанша мен бәрін жасаймын деген сіздерде сондай жанкештілік тұру керек та, бірінші. Екіншіден, либо сіз осы программаңызбен, арқалаған күйіңізде, өміріңізде, сол дальше осы программаға сәйкес
өмір сүре бересіз. Сіздің ішіңізде мысалға адамдарға сенбейтін, елдің барлығы, мен өткен жол жаздым ғой, мен сіздерге сторисқа Муна деген программа болатын болса, елдің бәрі жау, елдің бәрі оңбаған, елдің бәрі, сіз соған сәйкесінше алдыңыздан жауларды ала бересіз, кездестіре бересіз. Сосын адамдар жек көресін, алардың бәрі оңбаған, маған сатқандық жасай береді, мен бұларға жақсылық жасасам да бұлар маған иттік жасайды деп елден көре беруіңізге болады. Либо сіз мысалға жұмыс істейсіз, ақша таба алмайсыз, не деген мен жолым болмайтын адам. Ешқандай сіз кінәлі емессіз. Сіздің ішіңіздегі жаным, күнім сол, сіздің ішіңіздегі программаларыңыз сол өмірді шақыруда. Сондықтан әрбір адам өмірінің бір кезеңінде мен әрі қарай бұлай жүре алмаймын деп тоқтау керек та, өзінің программасын аннулировать ету керек та, жаңа программаны қоя аласыздар. Мен сіздерге жаңа айттым, қайталана беретін бір ғана ой дедім, адамның өміріндегі самый опасный дедім. Но сіздің өміріңізде бір ғана ой сіздің бүкіл ұнжырғаңызды түсірсе, бір ғана ой сіздің өміріңізге, жүрегіңізге басқаша сезімді тәніңізге жібереді. Мынау тело, как разум, бүкіл қорқынышты, үрейді, страхты, өмірден баз кешуді жазып алған. Біз даже оны сезінгіміз келмесе де, ол сезініп үйреніп кеткен. Ол уже сіз сезін деген жаңағы сіздің бұйрығыңызсыз, сіздің ешқандай қатысуыңызсыз, таңертең тұрасыз, уже тело әбден сол сезімдерді сезінуге үйреніп кеткен. Мысалға менің өмірімдегі, менің теломның қатты үйренген сезімі ақшаға байланысты стресстер. Өйткені мен өте көп стрессовать еттім ақшаға байланысты. Қазір төлеуім керек деп төбемнен біреу төніп тұрған кезде, ойбай, енді ақшаны қайтын табым деген. И менің өмірімде сол кругообороттан қайталана береді. Все время біреу төнеді, банк төнеді, адам төнеді, үйтеді, бүйтеді. И мен жанталасып ақша іздеймін, сол қайттан, одан шығам қайттан. И сол моменттерде мен ешкім кінәлі емес екендігін бұл жағдайға, менің бұрынғы күйеуімде, басқа да, айналамда, менің өзімнің білместікпен программам арқылы осы өмірді тартып жатқандықтымда, и мен ол программаны аннулировать ету үшін, оны алып тастау үшін кәдімгідей жұмыс істеуіме тура келді. Мен сіздерге айтайын, просто 7 күн отырып бір программаны алыңыз да, 7 күн жұмыс істеңізші. 7 күннің ішінде сіз результатты көресіз, өзіңіз охереете. Потому что сіз бессознательно таңертеңнен кешке шейін қаншама сезімдерді сезініп отырғаныңыз даже бейхабарсыз. Даже қазірдің өзінде сіз егер осы сөз айтып, мен сорлымын ғой, мен ақшасызбын ғой, мен сорлап тұрмын ғой, сіз сол сезімдерді әбден телаңызға үйретіп тастағансыздар. Түсінесіздер ма? Деп айқайлап эмоционально түсіндіріп кеткен. Сондықтан программадан шығу үшін үлкен тер төгуге тура келеді. Программадан шығу үшін жұмыс істеуге тура келеді. Вы все не хотите нахрен работать. Никто не хочет работать. Внезапно келіп, сақ еткізіп, бүгін ұйқыдан тұрдым да, таңертең миллионер болып кеттім деген дүние жоқ. Если менің өмірім осы уақытқа шейін кәдімгідей үлкен түбегейлі өзгеріс болатын болса, мен ол үшін тер төктім. Сыртқы өмірде емес. Мен сыртқы өмірімде онша көп тер төкпеймін. Ішкі әлемімді дұрыстау үшін мен кәдімгідей отырып тер төгуіме тура келді. Каждый шорықты, каждый мелочты, каждый ойды қарап отырдым. Каждый эмоцияны қарап отырдым. Түсінікті ғой, сіздерге. Никто не хочет работать. Все хотят сразу... Нет, результат. Давайте разбор жасайық. Разбор деп жазыңыздар. Қазір бір адамға разбор жасап берейін. В февральде буду с вами дейді. Ароматы Алтая деген кісі. Бар ма о кісі? Ау. Разбор деп жазыңыздар. Қазір бір адамға разбор жасаймыз. Андай қап-қара көфешек шайдера.
Қазір разбордың алдында Айгера нөмір қалдыршы маған. Программасын өзгерткісі келетін адамдарға күшті нәрсе айтамын қазір. Қалым. Жынды шортик киіп апсың ғой. Бүйтейік қыздар жігіттер. Қазір мен эфирден шыққаннан кейін океанға барып қайтайық. Отырайық океанның қасында. Ал? Қайсы сана телефонды берші маған? Мен тиктоктан шығарып жіберіп па не? Я апай өзіме кірем десем парольді сбивать етіп жатыр қайтарады. Да ты чё дегесің ба? Да ты чё? Балидем Гүлнар ханым. Да ты чё деп. Қазір кеттік, разбор жасайық. Қазір бір сіздерге айтып алайын бір нәрсені, сосын разбор жасайын. Кәні, іштеңке шығып атқан жоқ па, Айгера? Анвар Чалекенов. Міне. Сумасшедшая, офигенно деген қалай кетті. Қыздар, жігіттер, сіздерге айтатын күшті жаңалығым бар. Осы Алла қаласа, жаңа айттым ғой сіздердің 7 күн просто программаңызды ауыстыруға уақыттарыңызшы. 7 күн ерінбей отырып, кәдімгідей өзіңіздің ішіңізге өңіліп, таңертеңнен кешке шейін менімен бірге бір поледе болып, 7 күн жасасаңыз, сіз 7 күннің ішінде өміріңізді түбегейлі өзгересіз. Мысалға, мен Джо Диспензаның ретритіне барған кезде, 7 күн жасаған кезде, мен 7 күн медитациясын жасап, айтқан дүниесін бірін қалдырмай жасағаннан кейін, менде 7 күннен кейін менің бұрынғы сознанием бұрынғыдан да жоғары расширение болды. Кәдімгідей сіздің сознанияңыз мысалға ограниченный. Өйткені сіз жаңа қорқынышыңызбен, программаңызға сәйкесінше не болып кетті. Соған түсіп кете бересіз. Когда сіз расширяться етіп ұлғайған кезіңізде, соған сәйкесінше аласыздар. Әркім мысалға, мен айтып отырмын ғой, ішінде қандай қорқыныш бар, сондай өмірді тарта береді. Көп адам өзінің программасынан бейхабар. Сіздің мысалға балаңыз көңіліңізден шықпай ма, онда сіз просто өзіңіздің программаңызбен сол дүниені тартып отырсыз деген сөз. Даже просто мысалға мен Гүлнар апай, сіз де білесіз, мен сізге үнемі айтамын да, сіздің балаларыңызды көрген кездегі восприятияңызге қараңызшы деймін да. Мысалға сіз балаңызды көрген кезде, например, Гүлнар апайға ғана қатысты емес, бәріңізге қатысты. Балаңызды көрген кезде нервіңіз көтерілетін болса, сізден не бөлінеді, соған сәйкесінше сіз жоқ. Соған сәйкесінше сіз жауапты ала бастайсыз. Егер сіз балаңызды көрген кезде сіздің ішкі восприятияңызде жүйкеңіз жұқарса, ол соған сәйкесінше қылықтарды көрсете бастайды. Сіздің мысалға біздің айналамыздағы адамдарға деген біздің даже эмоциямыздың өзі жазылып қалған. Күйеуіңізге деген эмоциялар бар. Кәдімгідей доза эмоция сіз күйеуіңізді көрген кезде сол эмоцияларды автоматты түрде сезіне бастайсыз. Сіздің мысалға жауларыңызға деген эмоцияңыз бар. Жауыңызды көрген кезде сіз сол эмоцияны сезіне бастайсыз. Сіздің мысалға жаңағы бір өмірдің белгілі бір моменттеріне деген эмоция бар. Сізде ол моменттер қайталана береді, сіз сол эмоцияларды сезінуге әбден дағдыланып алғасыз. Мысалға сізде өмір, например, ақшасыздық келді ма? Қазір мен сіздерге ақша шақыратын күшті техниканы айтып беремін. Мысалға, обычно, например, қараңыз. Менің өмірімде былай болды да. Мысалға, менің үнемі срочно ақша керек оқиғалар бола бастайды өмірімде. Обязательно бір оқиға болады. Маған срочно балаларым оқуын төлеуім керек, срочно бір тақалғанда, өйткені өмірі ақша жинамай, өмірі жаңағы сол эмоцияларын сезінуге дағдыланып кеткен адаммын. Өйткені ақша жинағанша, маған сол эмоцияны телом әбден сезінуге үйреніп кеткен. И жүрем, бір күні бір срочно ақша керек болатын оқиға болады. И мен не істеймін? Менің теломдағы как наркоман сезінетін ақшаға байланысты стресс или өмірден баз кешу, мен не деген бейшара едім, құдайыма енді қайттым, әрі қарай жол бар ма ашқатын, ай деген эмоцияларының спектр эмоция бар. Ол эмоциялар
менің тәніме жазылып қалған. Енді ол эмоциялар время от времени қорек сұрайды. Оларға не керек? Тамақ керек. Өйткені олардың тамағы менің сол эмоцияларды қайтадан сезінуім. Содан кейін Джо Диспенза айтады, яғни сен ол эмоцияларды сезіну үшін дейді, ты используешь людей, дейді, ситуации, потому что ты уже ол эмоцияларға не істеп қағасын? Жазып алғасын. А мен жылына 12 ай болатын болса, ол эмоцияны обязательно жылына 24 рет сезінем. Жылына сезініп тұрам. Ақшасыз болып қалам, деп тірілдейм, стрессовать етем, жылағым келеді, бейшара сезінем, обязательно содан кейін, сол эмоциялардан кейін не істерін білмеймін, одан кейін аттырам, ойбай деп жан таласып әйтеуір бір нәрсе шатып тұтып, қарыз алам, үйтем, либо әйтеуір жұмыс істеймін, сол ақшаны табам, сосын деп успокоиться етіп, бір 2-3 апта жүрем, қайтадан сезінем, қайтадан келеді, қайтадан осы круговороттың ішінде өмір сүрдім, содан кейін енді қараңыздаршы, қазір мұқият тыңдаңыздар, мен сіздерге күшті, прям елдер ақшаға сататын дүниені айтып отырмын. Енді қараңыз, сіз ол эмоцияны сезінбес үшін, сіз ол оқиғадан өміріңізде қайталана беретін ақшасыздық оқиғасынан құтылу үшін, вам придется эти эмоции больше не испытать. Это сложно, я знаю, это сложно. Мысалға, менің өмірімде қайтадан сол оқиға болды, ақшасыздық. Срочно баламның ақшасын төлеуім керек, оқуының ақшасын. Я что делаю? Я специально наблюдаю, и ол эмоцияны, если ол эмоция мені ақшасыздыққа әкеле беретін болса, егер ол эмоция менің өмірімді баз кештіре беретін болса, егер ол эмоциядан мен қайта-қайта страдать ететін болсам, нахрен мне это чувствовать? Сол үшін келесі жолы сол оқиға болған кезде я специально сезінбей қойдым. Специально сезінбей қойдым. Маған, срочно 25 миллион теңге керек болып тұр. Төбемде төніп тұр, налог жабуым керек. Баламның, Америкадағы оқу, кешірім өтінем. Баламның Америкадағы оқуын төлеуім керек. И налог жабуым керек. Адамдардың айлығын беруім керек. Маған 25 миллион теңге керек. Бұл 22-сі ма, 23-ші күні. 25-сі күні, налог жабатын күн 25-сі күні, арасында 3-ақ күн бар. Мен деген бір немін ғой? Американский горький адаммын да. Обязательно сонда бір қылғындырып келу керек та маған. И әркімнің проблемасы ол адамның өмір сүру деңгейіне байланысты. Бір адам үшін 25 миллион теңге бір дүниенің бір ешқашан табылмайтын ақшасы болып көрінсе, мен үшін ол енді кәдімгідей бір қорқынышты ақша емес. Табылатын ақшам болып табылады. Маған мысалға сразу 500 миллион теңге табу қорқынышты болып мүмкін, сразу 200 миллион теңге табу қорқынышты болып, 25 миллионға шамам келеді. Сол кезеңдерде мен істеймін. Естественно, менің де жүрегім зырқыратты, и жаңағы сезімдер көтеріліп жатыр. Үйреніп кеткен сезімдер, теламда страх, страсть дейін деп жатырмын. Страсть емес, страсть болса жақсы ғой. Содан баз кешіп, ойбай деп жаңа өмірден түңіліп, балаларым келсе, барыңдар, мен не деген жаңа өмірде байқұс адам едім деген сезімдерім көтеріліп, не деген жолым болмайтын еді, Құдай-ай, неге мен аямай атсың, қашан осыдан шығамын деген бүкіл дүниелер көтеріліп жатыр. Сосын мен ол эмоцияларды Джо Диспензада айтады, бүкіл ютубта топ тұр ғой видеосы, қыздар, өзгерем десеңіздер, на то пошло. Сонда айтады, ол эмоцияны специально сезінбей қой. Мың рет айтса да миларыңызға кірмейді. Потому что оны сіздер тыңдап, жаттап алғасыздар. Но жүрекпен тыңдаңыздар, жандарым сол. Потому что сіздер қайттан сезініп қойды. Бәрі қазір маған менің бір күшті оқырманым бар да, Астанада тұратын. Сайраған кезде Джо Диспенза мен кімнің сабақтарыншы, аты кім еді, осы Джо Эхарт Толленің сабағын, или болмаса кім бар ғой, Алмазный, Майкл Роучтың сабақтарын айтқан кезде, аузың ашылып қалады. Ё-мое, накс менен артық біледі ғой деп ойлап қаласың. Майкл Роуч бұл айтқан кезде, жаңағы менеджмент кітабында бір нәрсе деген кезде, ё-мое, бірақ өмірінде бір нәрсені пайдаланбағанда, мимен түсініп алған, тәнге қарай өтпеген. Пожалуйста, тәнмен тыңдаңыздаршы мен айтқанымды. Зато ертең өмірлеріңізге үлкен пайдасы тиеді.
сол момент болған кезде, қарыз көтерілген өмірде, қиналған момент болған кезде просто сезінбеңіздер сол эмоцияны. Сіздер өздеріңіз қайтадан круговоротқа тыға бересіздер. Сондай момент болған кезде басқа сезім. Но Джо Диспенза да айтады, это нелегко. Нелегко, потому что сенің төбеңде банк төніп тұрған кезде, сенің төбеңде қарыз алушы төніп тұрған кезде, либо сенің төбеңде ситуация төніп тұрған кезде, саған дышать етіп, кәдімгідей, мен Алла тағала қазір шығарды. Қазір Алла тағала мені ситуациядан құтқарды. Қазір менің өміріме ақша келді деген, наоборот, возвышенный сен сезімдерді сезінуге тура келеді. Это есть работа над собой. Это нелегко. Сіздерге қазір Инстаграмда 1045 адам айтуы мүмкін. Мен саған қазір өмірің 6 секунд өзгереді. Надо сделать эту работу. Мен қаншама өзімнің сабақтарымда осы жұмысты всегда сіздерге айтып келдім. Ішкі жұмысты істеңіздер. Тоқтаңыз да просто басқа. Например, қазір қараңыз. Міне қазір сіз әрқайсыңыз отырыңыз да, просто өзіңіздің өміріңіздегі проблемаңыз ойлап көріңізші, миыңызға шақырыңыз. Қазір сізге срочно бір ақша керек. Либо сіздің өміріңізде бір жақыныңыз ауырып жатыр, либо өзіңіздің денсаулығыңызда ақау болып тұр. Ойланыңыз қазір. Міне ойланған кезде, сіздер ол мысльді шақырған кезде, автоматом тәніңізде соған сәйкесінше эмоция көтерілді. Ал енді сіздер бір ойды, осы ойды күніне 100 рет ойланасыздар. 100 рет. Кем дегенде 100 рет соның айналасында накручивайте. Енді сіз не ойланасыз, не сезінесіз, сол нәрсенің тартылыс күші не бар деп жатырмын. Қазір просто тоқтаңыз да, енді өзіңіздің миыңызға менің өміріме ақша келді. Либо өзіңіздің өміріңізде бір возвышенный қуаныш, либо бір дүниелерді ойланыңыз қазір. Жолыңыз ашылды. Міне ертеңнен бастап сіздің өміріңізге болашаққа бір жарқын сәулелер келді. Нелегко. Начинайте думать и чувствовать сердцем. Жүрекпен, мына жүректің көп адамда жүректің сырты, мына сізде жүрек болатын болса, соның сыртын сіздерде әртүрлі эмоциялар қоршап жүрек ауыр болып қалған. Даже адамдар өздерінің жүректерімен контакт жоқ болғандықтан, өздерінің жүректерімен сезін десең сезіне алмайды. Даже жүректері как будто олардың жауап қатпайтындай, сөйлемейтіндей қатып алғанда жүрек. Қазірдің өзінде, мысалы, жүрекке өтіңіз. Жүрекке дыханияны жүрекке жіберіңіз да шығарыңыз. Дыханияны жүрекке жіберіңіз, шығарыңыз. И өзіңіздің жүрегіңізді больше чувствовать ете бастаңыз, сезіне бастаңыз. И жүрегіңізбен контакт көбейген кезде сізге жұлып алу квантовый поледен 6 секунд болады. Любой ақшаңызды. Сол кезде, сол 25 миллион теңгені мен отырдым да, қуанып, міне қазір менің карточкама 25 миллион теңге түсті. Міне бір нәрсе сезіне бердім. Басқа нәрсемен айналысқан жоқпын. Потому что Джо Диспенза айтады, сен өміріңді өзгерту үшін, мысалға, сенің өміріңде ақша керек болатын болса, пәтер керек болатын болса, саған срочно машина алу керек болатын болса, сен оны материальный мирді через материя өзгертуге шығасың, ойбай, жанталасасың, жаңағы мысалға менің жағдайымда 1045 сторис салу мүмкін, прямойға шығу мүмкін, жанталасып ақша тауып біреуден қарыз алу мүмкін. Ол материальный өзгеріс. Но есть невидимое квантовое поле. Сіздің армандаған дүниеңіз, ақшаңызда, денсаулығыңызда, бақытыңызда болашақта емес. Дәл қазіргі осы шақта тұр. Сіз просто сол жаққа өтесіз да, квантовый поледе, сол жерде сезінесіз. Жүрекпен ұшып өзіңіздің медитация арқылы полеге көтерілесіз. Жүрегіңізбен жұлып аласыз сол ситуацияны. Но ол үшін сіздің жүрегіңіздің сезімталдығы ашық болу керек. Ол үшін сіз всегда күндіз жүрсіз ба, күні бойы жүрсіз ба, контакт сердцем орната беріңізші, просто чувствуем сердце. Все время. И сіздің, мысалға, қазір байқасаңыздар, өкінішті сезсе, сразу жүрегіңіз сезінуге уже әбден дағдыланып кеткен, сразу сезеді, қуанышты сездесе, ойбай, жүрегіңіз уже не істерін білмей қалады. Потому что қуанышты сезіндіруге жүрегіңізді үйретпегенсіз. Бүгіннен бастап отырып, кәдімгідей өзіңіздің жүрегіңізге қуанышты сезіндіруге үйретіңіздер. Кәдімгі усиленно отырып жұмыс істеуге тура келеді. Жүрегіңізбен сезесіз қуанышты, и квантовый полеге шасты любой қалауыңызды жұла бастайсыз.
мә кішкентай ыдысқа құйып алып отырсам бола ма? Енді сол эмоцияларды қатып алған сезінбеңіздер. Енді мен сіздерге қазір күшті жаңалық айтайын. Қазір датасын қарайын. 1 февраль күні, сіздер білесіздер, мен сабақтарым бәрі қымбат, потому что мен өзімнің өте мықты әлемдік деңгейдегі ұстаз екенімді білемін. Әлемдік деңгейдегі. 1 февраль күні, жандарым сол, 1 февраль күні ақшаны сол сезіміңіз шақырады сіздің страдать еткеннен, өмірден баз кешкеннен, ақшаны уайымдағаннан миллионер болып кететін болсаңыз, онда давно миллиардер болатыныңыз. Отказываемся от этих чувств. Отказываемся. Енді 1 февраль күні, 1, 2, 3, 4 күні мен көптен бері сіздер білесіздер, Инстаграмда тікелей эфирде сабақ жасаған жоқпын, потому что мен все время сабақтарымды сайтта саттым, и менің ең арзан сабағым $500 тұрды. И 2 жыл болыпты мен вообще тікелей эфирге шығып сіздерге сабақ өткізген жоқпын, не арзанға сабақ өткізген жоқпын. Көп адам сұрайды менен, Мақпал Қаратай, неге сіздің сабақтарыңыз қымбат? Мен алғым келеді деген адамдарға бір мүмкіндік берейін деп шештім. Өйткені өзім де шынымды айтайын, тікелей эфирде отырып, көптеген адамдарға осы дүниені айтқым келді. Қаншама дүниелерді, практикаларды, жүректің көзін ашуды, өмірде андай возвышенный, вау деген сырдың суы сирағыңнан келмей айқайлап өмірде көзің оттай жанып жүретін состояниеге алып келгім келді. Қаншама адамды кәдімгідей рахаттанып, бір жастық шағыңдағыдай, ұрылмағандай, жаңағы сырылмағандай өмір сізге, қанжар сұқпағандай, рахаттанған состояниеде өмір сүретін. Сол состояниеде естеріңізде ма? Сізге сол состояние возвышенный түскен кезде, жаңа ғана ғалымаған айтып отыр. Өткен жолы мен ретриттен кейін сол состояние түскен кезде бүкіл қалауым өз іздеп келе бастады. Яғни Джо Диспенза айтады, когда вы дейді квантовый полеге өтіп, сол жақта, сол жаңағы өзіңіздің армандаған болашағыңызды жасаған кезде, ол сізді өзі іздеп келу керек. И ол іздеп келген кезде сізді ашарашын қылу керек қой. Ашарашын, кәдімде. Ё-майо, мен расымен де өмірімде болып атырма деген. И оны называется поток. Мен өзім талай рет ондай нәрсеге шок болғам. Мысалға, ақшаның потогын ашуға бірнеше рет жұмыс істеген кезде, 3 күннің ішінде 250 миллион теңге түсіп, елдің бәрі шыңғырып, Мақпал Қаратай сабағыңды алама деген кезде, ауа жетпей қалған кездері болған. Мәссаған қалай болып кетті. Еркекке жасаған кезде өміріме мыңғырықпас еркек кіріп, есігімді қағып, үйіме іздеп келген кезде, любой денсаулыққа жасайсыз ба, моменттерге жасайсыз ба, үйге жасайсыз ба, барлығына жасасаңыздар болады. Ол сабақ изобилие деп аталады. Потому что сіздің өміріңізге изобилие келу үшін, изобилие деген молшылық қой, сіздің өміріңізге молшылық келу үшін, жаным сол сенің жүрегің молшылыққа толу керек. Сенің жүрегіңде өмір деген, вселенной деген тұнып тұрған байлық екен ғой, мен сол вселенныйдың бір бөлшегі екен ғой деген ағыл тегіл состояние болған кезде, соған сәйкесінше өміріңе жақсылықты тарта бастайсың. Өйткені әрбір адам магнит. Әрбір адам магнит. Сол сезім сенің өміріңде, возвышенный сезім, атқақтаған сезім өміріңдегі оқиғаларды шақырып береді. Егер жылды осы атқақтаған сезіммен, қуанышпен, тойлаған қуанышпен бастағыңыз келетін болса, онда 1, 2, 3 күні, 4 күн бойы мен прямой эфирде сіздерді качать етем. Медитация жасайтын боламыз бірге. Изобилие 2025 деп аталатын сабақ. 100% гарантия берем. 100% гарантия берем. Сабаққа дейінгі состояниеңізді қарап алыңыз қандай екен. Одан кейінгі кәдімгідей возвышенный көзіңіздің жанғанын, энергияңыздың сыртқа қарай атылғанын көзіңіз көретін болады. Специально еш жерде жасамаған техникалар жасаймын. Я сама хочу это сделать. Я сама хочу с вами кайфовать. Өйткені сіздермен бірге бүкіл вниманиені бөлу арқылы, сіздермен от души өткізу арқылы мен өзім де расширяться ететінімді білемін. Сіздердің полелеріңізге изобилие шақыру арқылы менің өзім де изобилиям өсетінін білемін. Сондықтан от души хочу этот курс сделать. И қазір ол курстың бағасы бүгін
35 мың теңге. Күнде анау күн 29 болды, одан 33 болды, қазір 35 мың теңге. Каспий ред рассрочка бар. Төмендегі Білімжанның нөміріне жазыңыздар. И бүгін алған адамдарға мен сіздерге 3 медитациямды авторлық неге берем? Сыйлыққа берем. Сіздерге айтайын, менің медитацияларым ешқайсысы былай қағазға жазылып, Поль, андай-мындай, көзіңді жұм деп ешқашанда жасамаймын. Любой медитацияны мен кәдімгідей өзім ұшамын полиде. И полиде отырып маған кәдімгідей каналға қосылған кезде кәдімгідей сөздер басыма, аузыма келе бастайды. Сол сөздерді айта бастаймын. Мысалға полиде отырып жүрегіңнің көзін, шүкіршілік айта. Кстати, бүгін медитация жасасақ болады сіздермен отырып. Біздің ана неміз неғылған ба? Колонкамыз зарядталған ба? Сондықтан қазір төлем жасап алыңыздар. Дәл қазір 10 минуттың ішінде төлем жасағандарға ғана беремін медитацияны, одан кейінгілерге медитация жоқ. 35 мың теңге. 10 минуттай күтеміз. Сағатын айтамын. 1, 2, 3, 4 күні сабақ сақтаулы болады сіздер. Уайымдамаңыздар. Сабақ 2 ай сіздерде сақтаулы болады. 25 миллион 2 күнде таптым ғой, 2-ақ күнде. 2-ақ күнде. Еще Чинка болған қасында Чинка айтады, Мақпал апай неге 30 миллион деп айта салмадыңыз дейді да. Леночка, привет, ты доехала, жаным? Пока сұрақ қоя беріңіздер, сабақты ала беріңіздер. Дәл қазір 10 минутта алған адамдарға мен сіздерге сыйлыққа не берем? Медитация берем. Срочно Білімжанға жазыңыздар, и өміріңізді көзіңіз жаңғызыңыз болды. 62 жастағы істей аламын екен. 62 жастасыз. Ертең 72-ге келгенде қайран 62 жасым деп айтасыз. Жеке жұмыс істемеймін ешкіммен. Привет, родная жаным, Леночка. 35 мың теңге. Полиден Джо Диспенза айтып тұр ғой сіздерге. Бүкіл мен сіздерге айтайын, ретритіне барған кезде Джо Диспензаның 21 жыл коляскада отырған адам орнынан тұрды. Мынандай да, номер мені 771 208 26 32. 771 208 26 32. Бірігіп алайық, бір аккаунтпен көрек деген әңгіме жоқ қыздар. Вообще шығарып тастаймын, екі аккаунтпен көргендерді. Еңбегін бағалаңыз. Айқайлап көткесің ғой. Осы нөмірге жібермейсіздер сіздерге. Сол өзіне сінбейді. Әр нәрсені тегін көргісі келіп қалады. Любой адамның еңбегін бағалағысы келмейді. Сондықтан ол адамның өмірінде ешқашанда өзгеріс болмайды. Қазақ тілінде өтеді. Қазақ тілінде қазір сіздерге бір нәрсені айтайын. Джо Диспензаның осы несінде, ретритінде қыздар қараңыздар. Біздің кішкентай кезімізде, блин, ананы сұрақпен қойшы, Айгерка, мен былай қойсайын. Қалай сұрақпен? Мына сұрақ дегенге жазшы. Халима ханым, қалыңыз қалай? Сұрақпен жаз, қазір. Ау? Все. Жартысын төлеп қойсақ бола ма? Қалған ертең болады. Ешкімге жібермейсіздер, осы нөмірге жазасыздар. 35 мың теңге. Көптен бері 35 мың теңге сабақ өткізбеген. Ең арзан сабақ 350 мың теңге білесіздер. 771 208 26 32 деген нөмірге жазасыздар Білімжанға. Сосын сіздерге Каспий Payмен жібереді. Қайда ақша салу керек екен. Көптен бері прямой эфирге шықпай кетті. Жаңа жылдан бері шықтым, мен просто сақтап жүрген жоқпын эфирімді. Бали күшті екен, Гүлжайна ханым. Өте күшті. Ред бар. Сабақ 4 күн болады, Ләззат ханым. Енді қараңыздар. Сол жерде Джо Диспензаның ретритінде, представьте, бір әйелдің щитовидкасына онкология болған. Сол әйел шықты. Щитовидкасындағы онкологиясын алдырып тастағаннан кейін ол әйел медитация жасай берген. Одан кейін дәрігерге барып қаралса, қайтадан щитовидный гормондар өскен. Сонда ол жерде 21 жыл коляскада отырған адам тұрды. Ол жерде кәдімгідей чуданың көкесі. Біз кішкентай кезімізде біз
чудаға сенеміз да, өмірде бір ғажайыптың бар екендігіне, өмірде бізді жаңағы бір тосын сыйлықтар беретіндігіне, жыл өткен сайын, жасымыз келген сайын, өмір ұра бастағаннан кейін, өмірдің бір моменттерінен кейін біздің кәдімгідей ғажайыпқа деген сеніміміз азайып кетеді, мүлдем жоқ болып қалады. Өйткені біз ауызбен Құдай бар деп айтқанмен, жүрекпен Құдайдың бар екендігіне көпшілігіміз сенбейміз. Яғни чудаға сенбеу деген сөз Құдайға сенбеу болып табылады. Қарасаңыздар, мысалға, өзіңіз ойлаңызшы, сіздің өмірге бір түйір қаннан жаратылып қазір отырғаныңыздың өзі ең үлкен чуда да. Өмірде күн сайын чуда, күн сайын ғажайып. Бірақ бізді айналамыздың барлығы, бүкіл адамзат, реалист болыңыздар. Актер емес па, коляскадан тұрған, Джо Диспенза актер жалдап жүр екен да, бүкіл әлемдік учитель. Яғни бүкіл нәрсеге сенбеу, сондай бір сен қараш, тылсым әлем бар. Қалай сен бір түйір қаннан жаратылдың? Қалай ананың ішіне бір түйір қаннан бала 9 айдың ішінде өсіп шығады? Қалай сенің жүрегің соғып тұр, жаным? Сенің асқазаның қалай қорытып тұр? Сенің құлағың қалай естіп тұр? Сенің аспандағы жұлдыздар, өзендер, қалай аспаннан жаңбыр жауады, одан кейін ол тоқтайды? Қалай қар жауады? Қалай қыс келеді? Қалай көктем болады? Осының барлығы өмірде тұнып тұрған чуда емес пе? Қалай адам өмірге келеді? Қалай адам өмірден кеше жүрген адам ол өмірде жоқ болып кетеді? Қалай аңдар өмірде болады? Бүкіл айнала тұнып тұрған чуда да. И біз не қыл дейміз? Жоқ чуда, жоқ дейміз. Осы Джо Диспензаның сабақтарының барлығы адамның өмірін өзгерту үшін, Джо айтатын, мен де сол дүниені айтамын да адамдарға, өмірін өзгерту үшін сен екі түрлі жол бар да. Біреу өмірде материя арқылы материальный мирді өзгерту деген, шыңғыру, жанталасу, қазір жұмыс істеу, өте көп жұмыс істеу. Ал мен в основном өмірімді өзгертуге ықпал еткен дүниелер жаңағы 25 миллионның әңгімесін әлі аяқтаймын. Яғни мен ішіме кірем да, все, что менің өмірімде болған дүниелердің барлығын мен поледе жасадым. Бүкілін. Қызымның Америка оқуға түсуі болсын, әлемді аралап қазір саяхаттап өмір сүруім болсын, материальный жағдайым болсын, өміріме кездескен адамдар болсын, бүкіл кезеңдер болсын. Яғни осының бәрін просто мен медитацияға өтем да, поледе жасаймын. Ассент керек емес. Қаппас Әйгерім, что нужно делать дейді? 771 208 26 32. Мен ағылшын тілін аптасына өткен жол маған бір кісі жазыпты ше. Мені бар ғой, көп адам негізі аса қатты танымайтын сияқты. Негізі мен туралы ойлар бар ғой, көп жағдайда мынандай не сияқты. Мен өзімді осы соңғы жылдар таныдым ғой, шынымды айтсам. Мен туралы, мені көп адам Инстаграмға қарап, бір андай уақытының барлығын қыдырумен өткізетін, өмірінің барлығын босқа өткізетін адам деп ойлайтын да адамдар бар сияқты. Бірақ мен өмірде сіздерге айтайын, өте талабым жоғары, тәртібім жоғары адаммын да. Наоборот, маған больше планировать еткен, бүкіл нәрсені уақытты босқа өлтірмеген, барлық нәрсенің орнымен тұрғаны, барлық нәрсенің жаңағы уақытысында орындалғаны, сол қаттырақ ұнайды. Мысалға, таңертең ерте тұрып спортпен айналысқан, одан кейін жаяу жүрген, одан кейін жаңағы өзіңнің ағылшын тіліңді оқыған, одан кейін сабағыңды қарап қойған, одан кейін балаларыңа бөлінетін уақыт, олармен уақыт өткізуің, үйде тамақ істеуің, бүкіл осы соңғы 23-ті де, 23 емес 24-ті мен в основном осы дүниені больше шыңдауға жұмсадым. Мысалға, менің өмірімде барлық нәрсе по полочкам тұр да қазір. Я бы хотела, конечно, еще больше оны усилить. Қалай по полочкам тұр? Мысалға, Ділдамен өткізетін уақыт. Обязательно. Аптада. Ерназармен өткізетін уақыт. Обязательно. Менің жаңағы жалғыз өзім өткізетін уақыт. Обязательно. Ағылшын тілін оқимын аптасына 3 рет. Обязательно. Жаттығу жасаймын. Кәдімгідей Камбоджадан тренермен жаттығу жасаймын. Омен обязательно. Қыздармен жұмыстың барысында жұмыс істеу. Обязательно. Достарыммен кездесетін уақыт. Обязательно. Барлық нәрсе өзінің орнында тұрған маған больше ұнайды. Сол кезде ғана менің
настроением де больше. Когда мен бір ана колесо баланса бұзылып, өмірімнің бір шетіне көңіл аудармай, тек қана жұмыс басты болып кетсем, либо тек қана балаларға көңіл бөліп кетсем, либо тек қана өзім жалғыздыққа көңіл бөліп кетсем, онда өзіме көңілім толмайды. Сондықтан сіздерге айтарым, бірінші ақпан күні изобилия 2025 деген сабақ басталады. 4 күн бойы я буду вас качать. Айғайлаймын, сразу ескертейін, шыңғырамын, но обязательно сіздің энергияңызды возвышенный қылып, өмірге деген құлшынысыңызды арттырып, сізді кәдімгідей жаңа энергиямен, жаңа осознаниелерге толтырып берем. И ол сабақтан кейін мені өсірген Мақпал ханымға аригато, чегімді 5 миллионға көтердім дейді. Дәл қазір осы сабақта сатылымға ашып отырмын. Дәл қазір алған адамдарға 3 медитацияны, квантовый поледе жазылған, шүкіршілік медитациясы, жүректің көзі ашылу деген медитацияларды, авторлық. Ол медитациялар, кстати, квантовый скачок деген құны 350 мың теңге тұратын, квантовый переход деген сабақтарда берілген медитацияны қазір берем. Білімжан ответить етпей жатыр дейді, Әйгері. Соны айтсаңыз, ответить етіп жатқан сияқты, или адам көп болып тұр ма? Жоқ, мен түсіп жатыр ғой ақшасы. Значит, клиент не найден деп шықпайды, потому что сіз ол жерге ақша жібермейсіз, жаным, сол Банума салон. Ол сізге Каспийдің несін жібереді, ретін жібереді. Интересіңіз жоқ болып қалса, қорқыныш көтеріліп кетсе, депрессияда жатсаңыз, гау ко мне. Жатқан орныңыздан 100% тұрғызып берем. Білімжан жауап берді дейді. Бәсе. Дәл қазір сатылымды аяқтаймыз да, одан кейін разборға өтеміз. Қазір босамай жатырмын, жауап береді міндетті түрде. Жауап береді қазір дейді. Кеттік, разбор жасайық. Пока разбор деп жаса тұрыңыздар араларыңызда. 1-2 адамға разбор жасап берейін. Америкаға келгелі дейін жатырмын. Америка барайын жатырмын. Короче, мына жаққа келгелі, Балиға келгелі. Тек қана қансыз черный кофеге отырып алдым. Депрессиядан шыға алмайтын адамдарға 100% мен айтайын, состояниеңізді возвышенно 100%. Ұнамаса жазыңыз сабақтан, 35 мың теңге, 100 есе, еш жерде болмаған техникалар жасаймыз. Жүректің көзін ашамыз, қуанамыз, пархат етеміз, ұшамыз, әлемді аралаймыз, ақшамыз табамыз, шіркіна жизненный энергияны мулат қараны көтереміз, басымызға шишковиткаға жібереміз. Басыңыздағы шишковитканы активировать етеміз, окситоцин, яғни бойыңыздағы дофамин, бүкіл гормондар тірілтеміз, көзіңізді шақ еткізіп ашамыз. Шақ деп. Сондықтан, бұл сабақты негізімен өте қымбатқа сатқым келген, бірақ қазір общий массаға өткізем, одан кейін өте қымбатқа бұл сабақты сататын боламыз. Потому что біз шишковитканы активизировать етеміз. Қазір шишковитка туралы айтам, разбордан кейін айтам. Хорошо? Неге барамыз а? Финкс бет, финк. Кіршіқ. Ой, деп билікші деп. Деп, я. Әйгері, ана жаққа құрды. Кім? 1 февраль күні басталады, 1, 2, 3, 4 болады. 4 күн жасаймыз. Одан кейін ол сабақты сіздерге сақтап қоям. И сабақтың уақыты 1 сағат деп айта алмаймын, өйткені көп дүниені айтқым келіп отыр. Бағасы сіздер білесіздер, я очень щедрый человек. 35 мың теңге болса да өте көп дүниені айтам. 35 мың теңге разбор деп жаза беріңіздер. Қазір біраз адамға разбор жасап тастайық. Адамның қалай бүкіл проблемасын шешіп бере аласыз? Мен ештеңкені шешпеймін сізге. Құдай шешеді. Сіздің ішіңіздегі божественный разум бар. Сол разуммен сізді просто қосып беретін проводникпін мен. Әркімнің ішінде Құдай бар. Сол божественный полеге умная любовь, добрая любовь деген сіздің ішіңіздегі мәңгі өлмейтін частіңізбен қосатын проводникпін. Мен просто соны жасап берем. Мен Құдай емеспін. Хорошо? Кеттік, ал разбор.
Мә, кофе күшті етіп отыр Айгері. Вообще. Жинақ емес, Әлия ханым, астына салдым ғой мен нөмірді. 771 208 2632 деген нөмірге жазасыз. Сіздерге Каспийдің пейдің пеймен сіздерге не жібереді? Счет қояды. Счет қояды, солай төлейсіздер. Звук жоқ дейді. Звук бар ма, жоқ па? Бар. Қазір алып жатқан адамдарға 3 медитацияны тегін беріп жатырмын. Сіздер даже бірнеше уже состоянияларыңыз возвышенный болып қалады менің медитацияларымнан. Тыңдаңыздар. Күнде менің медитациямды 2 реттен тыңдаңыздар. Мына кісі кірмеді, қазір мен мына кісіні шақырайын разборға. Бір кісіні қосып едім, кірмей отыр. Қыздар, разборға кіретін кезде көшеде емес, жарықта, бөлменің ішінде жіберсеңіздер, далада кетіп бара жатып жасамаңыздар. Онда мен шығып кетуге, шығартуға тура келеді. Хорошо? Жарықта, жақсы интернет бар жерде шықсаңыздар. Сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Бля, мен вообще не ожидала вообще. Сізден бұрын квантовый скачок сабағын алған. Есіміңіз кім? Алия. Әлия ханым. Жаным. Ай дейсің. Айгерка, сен жаңа сұраққа жаздың ба? Жаздым. Жоқ. Қазір мені қоса салайын. Оппа. Қазір Әлия ханым түрін қарап отырайын. Өте ақ көңіл адам, Әлия ханым. Бірақ сол ақ көңілдігінен таяғын жейді. Елдері қанша жақсылық жасаса, сатқындық жасайды, аямайды, сосын кейін ренжіп қалады, неге мені жақсы көрмейді деп ойлап қалады. Сол дүниелерден жүрегі ауырады, шіркін-ай, мен неге елдің бәріне жақсылық жасаймын, олардан неге ответ жоқ дейді, бірақ біраздан кейін өз-өзін қайттан кешірдім деп тірілтіп алады. Бірақ жүректің түбінде бәрібір жара тұр. Ол бетін жапқанмен ар жағына өтпейді Әлия ханым. Біріншіден, Әлия ханым, сізге өзіңізге деген махаббатпен жұмыс істеуге кеңес берер едім. Өзіңізге деген четкий кәдімгідей махаббат керек. Сосын сенде деп айта берейін, жасың қаншада, Әлия? 32-де ғой. Алло дегенсің ба? 32-де. 32-десің, иә? Өте андай ғажайыпқа сенеді Әлия ханым. Молодец, Әлия. Потому что қанша өмір ұрса да, неғса да бір ғажайыптың болатына деген жүрегінде сенім бар. Потому что қанша өмірден бір таяқтарын жегенмен жүрекпен контакт жоғалмаған. Четкий контакт сердце. Четкий контакт. Но ішкі глубинасы жоғары, бірақ оған әлі жол тартпаған. Поверхностна өмір сүреді. Ішкі глубинасынан өзі қашады, өзі қорқады. Твердый әрі қарай бетіп өтуге кішкене шамасы жетпей қорқып тұр. Өйткені мысалға біреумен ұрысқаннан қашып кетеді. Қиындық болған кезде құлағын басып жатып алғысы келеді. Анандай смелость, духты алып, похрен мен тұрам, дауыл болса да тұрам, ёппаша мать деген дүниені алған кезде Әлияның өмірінде тау қопарады. Жоғары жақта қашып пысып өмір сүріп жүр. Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен. Біреу даже айқайға шығарса қашып кетеді. Қиындық болса рисковать еткісі келмейді, қиындыққа өткісі келмейді. Сондай өмірді кешуде Әлия. Бірақ бойында өте қатты мысалға адамгершілік жоғары, адамдарға жаны ашиды, жылай алады. Жүрегімен контакт жақсы, өзгелерге мейірімі жоғары, біреулерге соңғы тиынын да бөліп бере алатын өте ғажап адамсың. Сол мейірімге енді тереңдік керек болып тұр, Әлияжан. Тереңдік. Өз еркіңмен ал, либо өмір бізді ұрып береді. Лучше сабаққа қатысып, өзің сол тереңдікті алғаның дұрыс. Содан кейін тамақ істеуге икемің жоғары. Қойыңызшы. Егер қайта онша істей алмаймын негізі тамақты. Жоқ, сен егер сол дүниені ашатын болсаң, сен егер сол нәрсемен увлекаться ететін болсаң, как творчество ретінде қарайтын болсаң, шығармашылық ретінде тамаққа, сенен жақсы тамақ істейтін адам шығады.
Сосын Әлияның бүкіл назары жұрттарда, өзінің ішіне үңілу аз, өзінің ішімен контакт аз. Біріншіден, өзінің ішін до сих пор танымаған, өзінің ішінде темная сторона деген бар. Әлия елдің бәріне хорошая девочка болып көрінгісі келеді, жақсы қыз болып көрінгісі келеді. Сол путьқа өткеннен өзінің бойындағы балансы темной сторонасымен таныспаған. Оны жоғарғы поверхностьқа алып шыққан кезде, оның ішінде кәдімгідей хороший вино сияқты составы күшейеді. Әлияның ішінде кәдімгідей тегеурін, мықтылық пайда бола бастайды. Андай ауыр, тяжеловес деген сияқты кәдімгідей елдер уважать ететін тұлға болу үшін өзіңнің ішіңе үңіліп, ішіңдегі бүкіл қазынаңды сыртқа шығаруға тура келеді. Сенің ішіңде қазына өте көп қызсың. Жарай ма? Білім ал, білім ал. Хорошо. Өте кәдімгідей андай өмір сүріп жүрсің. Таңың атады, кешің батады, не істеп жүргенді өзің білмейсің. Соған сәйкесінше өмір кешіп жүрсің. Білім ал. Ағылшын тілін оқы. Білім ал. Кітап оқы, дүниелер, жаңа дүниелерді үйрен. Білім ал. Ішіңді, мазмұныңды қоюлат. Хорошо? Естідің ғой, Алюшка? Давай, Я жаным. естідім. Я, давай, Рахмет сізге. жаным. Давай, жаным. Аха. Қазір разбор деп жаза беріңіздер. 771, 208, 26, 32 бірінші ақпан күні басталады. Сабақтың аты квантовый скачок дейін. Изобилия 2025. Изобилия 2025. Міне изобилия неқта. Елдің бәрі менің сабақтарым жақсы көреді. Жандарым. Изобилия 2025. Қыздар, жігіттер. Ғалым, я тебя люблю. Айгеркам, Айгеркам, Айгеркам. Сен ба? Сен өзің емес болып отырсың ғой, соған күліп отыр. Сен өзің, қазір мен саған чистка жасаймын. Сен өзіңді білемін ғой. Мана сол төңкеріп тастайтын адамсың ғой. Сен кешеден бері деп отырсың, соған жасайық деп отыр. Біз соған күліп отыр. Жаным. Мунасы көтерілді, Муна. Муна. Йо, дейсің, йо. Сабақтарыңыз өте керемет қой, Мақпал ханым, дейді. Рахмет, жандарым. Сол, люблю бас менің оқырмандарым. Әрқайсыңыз 2025-те ояныңыздар, жандарым. Қостым ғой бір кісіні разборға, неге шықпайсыздар осы? 771, 208, 26, 32 деген номер. Изобилия 2025 деген сабақ. Осы Алла қаласа бірінші ақпан күні басталады. Разбор деп жазыңыздар, міне. Мына кісіні қоссам. Қосқан кісілер шықпай жатыр, қазір басқа кісіні қосайық. Қатты сеніммен, үмітпен жазылдым, дейді. Не может присоединиться, дейді қазір тағы бір адам. Басқа адамды қостым. Сәлем, сәлем саған, әлем. Болып тұр ғой. 771. Шықпай жатыр сол ана кісі. Бір кісі шықты машинада. Машинада келатыр. Сіз шығып кетсеңіз, машинада отырған кісі, өйткені сізді мен қазір көре алмаймын, мен көре алмасам, разбор жасауым қиын. Поэтому келесі адам шықсаңыздар, е?
Гүлжайна ханым да, Гүлжайна да? Мақпал, қалайсыз жаным? Сізді қанша жыл наконец-то кездестік? 5 жылдан кейін ба, қанша жылдан кейін? 5 жыл тыңдаймын ғой жаным. Сол Мақпал, қалайсың? Ақ көкірегім сол менің. 545 адам отыр. Қалай жағдайыңыз? Алла деп, Құдайға шүкір. Мынандай болып тұр да, горловой чакраңыз жабық мына. Горловой чакра. Горловой чакра жабық сізде. И тамағыңыз қысып тұрады, всегда қысып қалады да. И горловой чакра жабық болғандықтан өзіңіздің негізі сізде де Гүлжайна ханым жүрекпен контакт аз. Негізі андай пархат етіп, возвышенное состояние, қуану деген сезімдерді көп болып сезінбегеніңізге, негізі ондай сезімдерді сезінетін адамсыз ғой, сіз сезіне алатын адамсыз да. Соңғы дұрыс айтасыз. Мен оны сезінейін да. Қой құрып кетпей тыныш жүрейін дейін да. Қоямын. Жоқ, сіз сезініңіз. Біріншіден, сосын сіз мынандай адамсыз, Гүлжайна ханым, ішіңіз жылап тұрса да сыртпен күле алатын адамсыз. Ешкімге слабысыңызды білдіртпейсіз. Әлсіздігіңізді, өйткені сіз өзіңізге әлсіз болуға рұқсат бермейсіз. Әлсіз болуға рұқсат берсем, елдің бәрі күледі, елдің бәрі біліп қойса, не деген оймен, қатты сол ой сізді больше ұстайды екен. Мен сізге айтар едім, наоборот, өмірде анда-санда әлсіз болуға рұқсат беріңіз. Нормально. Ақшасыз қалу. Нормально өмірден қиналу. Бәрімізде болады, Гүлжайна ханым. Менде де болады. Ақшам жоқ болып қалатын моменттер. Менде де болады өмірден баз өшіп кететін моменттер. Менде де болады жатып қалатын моменттер. Просто біз адамбыз ғой. Ана өзіңізге, сондай бір әлсіздіктеріңізге рұқсатты берсеңіз. Одан кейін негізі сіздің душаңыз поющая душа. Бархан. Бархан дейді. Бархающий. Жоқ, бархан деген бір песоктар өлең айтады ғой далада. Сондай душада сіздің душаңыз. И сіз наоборот душаңызбен больше контактта болуыңыз керек. Сіздің умыңыз тоже бәріміздің умымыз сияқты больной ум. Сізде мунаңыз бар. Муна дегенді білесіз ғой. Сіздің жалпы Гүлжайна ханым адамдардан қатты подозрение алатын кездеріңіз болады. Как будто сізге бір жаңағы барлығы бір астыртын сізге бір жамандық ойлап атқандай, барлығы сізге жау жасайын деп атқандай, секемденетін, сондай одан түспей жүрекке көбірек түсуіңіз керек. Сосын қатты адамдарды бөлесіз. Сіздің бүкіл неңіз айтып қой, адамдарды бөлген кезде свой человек, не свой. Нормальный ол, нормальный, көп адамда бар. Өйткені майо, не майо дегенді қатты қарайсыз. Соңғы жылдары әсіресе ол қатты неған. Ол нормальный, бірақ бүкіл адамдардың жек көрмеңіз адамдарды. Олардың просто программасының құл екенін біліңіз. Сіз кейде нервіңіз қосып кетеді, өзіңіздің адамдар еместерге. Соларды просто программасының әсермен жүргенін жан жүрегіңізбен ұғыңыз. Мудрость сізге келіп қонғысы келіп жатыр, но из-за того, что сіз шататса етіп жатсыз да, и оны қондырамай жатсыз. Қатты кемелділік келіп жатыр, оны алу үшін жүрекке түсу керек болып тұр. Мынаған түсу керек болып тұр да. Өйткені екінің біріне келмейтін дүние ғой кемелділік деген. Соны алуыңыз керек болып тұр. Оны алғызбайынша қоймайды. Алуыңыз керек болып тұр. Негізі сіз жалғыздықты жақсы көре бастағансыз соңғы жылдары. Уже алудың басы басталған. Өйткені сіз жалғыз қалған, өзіңізбен жаяу жүрген, көбірек ұнайды. Сосын здесь и сейчас ұққасыз. Кейбір моменттерде болады, кейбір моменттерде жоғалтып аласыз. Мысалға, кейбір моменттерде жалғыз өзіңіз шай ішкеннен, тыныштықтан, кайфты уловить еткесіз. Өзіңіз соңғы жылдар. Көп адам бір душаңызда сыздап тұрғанмен жанталас жоғалған. Сыздайтын бар, но ішіңіздегі жастық шағыңыздағы жанталас бар, деген ол кетіп қалған адамның бір эгосы жоғары кезінде. Но сізде бір страдать етіп тұрады да душаңыз кейде. Көтеріліп кетеді. Сол кезде жаңағы здесь и сейчас жоғалтып қалып жатсыз да. Сол баланс ұстай алмай жатсыз. Бірақ верный путь-тасыз, оянасыз бәрібір. Өйткені то, что вы ищете, вы найдете. Өйткені сізде оянып, душамен өмір сүргіңіз келетін запроста жүрген адамсыз.
по вас видно, что сондай запроста екен. Наоборот, сізге қазіргі уақытта кішкене душамен контакт көбею үшін творчествомен айналысуға кеңес берер едім. Ән саласыз ба, сурет саласыз ба, бір дүниелер жасауыңыз керек болып тұр. Сол кезде сіздің душаңызбен контактыңыз больше көбейеді. Денсаулығыңыз өте жақсы. Өйткені сіз дұрыс тамақтанасыз, жаяу жүресіз, артық тамақ жей алмайсыз, асқазаныңыз өзі-ақ қорытпайды, шығарып тастайды, ауыр етті жей алмайсыз. Өте, наоборот, сізге жеңіл тамақтанған, сондай дүниелер ұнайды. Көп дүниені жасағасыз осы жылдармен бірге. Өзіңіздің ортаңыз тазалағасыз, араласпайтын жерлерге бармайсыз, өзіңіз таңдай аласыз, өзіңізге не ұнайтынын білесіз, қандай тамақ ұнайтынын, қандай кино ұнайтынын, сондай нәрселердің бәрін көп жасағасыз. Но чуть-чуть жұмысыңыз қалып тұр, сол жұмысты жасасаңыз, полностью өзіңіз тапқалы тұр екенсіз. Точно айттыңыз бәрін. Жаным сол. Просто андай жүрекке беріліп не қыла алмаймын да, осы құп кетпей тыныш жүрейінші, осы құп кетемін ба деп қорқамын да, сол жүрегіңіз сізді шақырып жатыр. Наоборот, өтуіңіз керек. Жүрекке өту деген мейірімді болу деген құп кету емес. Жүрекке өту деген Құдаймен бірге болу. Сіздің өміріңіз солай интерпретация жасап жатыр да. Ол жүрекпен өмір сүрген адамдар құп кететін сияқты, жүрекпен өмір сүретін адамдар, ол қуатындар, просто қуатындар. Ал жүрекпен өмір сүру деген үлкен осознанностьпен өмір сүру, үлкен уммен өмір сүру, позволение быть себе самой, қоғамның бүкіл адамдардың пікіріне тәуелді болмау, өзіңнің свободаңды таңдау. Жүректің Құдаймен байланысатын адамдар тек қана жүрек арқылы. Құдайдың энергиясын сезінгіңіз келетін болса, тек қана жүрек арқылы ғана контактқа өтесіз. Басқа никак. Оған Джо Диспензаның медитациялар кітаптары ма? Только сол ғана ма? Только Мақпал Қаратай мен Джо Диспенза ғой. Сіз келіп қатысаңызшы 29 күн сабаққа, сол жерде айтамын. Қатысайын деп отырмын. Иә. Сіз екеуміз өмірде кездесеміз. Жақын. Мен сізді 5 жыл, мен сізді білем, өтте ақ көкірек, сол ақ көкірек сол бір сөзді ыңғайсыздау айтып қояйын деп отырмын да. Айта беріңіз маған. Өтте ақ көтенсіз ғой, Мақпал. Новый кличка да қойсай, ақ көтен. Маңдайыңызға көтендіктен маңдайыңызға шишканы алып жинап отырсыз ғой, мен де сондай адам бірімін. Оны терет етпеңіз. Ол сіздің ішіңізде. Мысалға ойлаңызшы, қанша, например, өмір ұрса да жүрегін жоғалтпаған, әппақ жүрегін жоғалтпаған адам ғажап адам. Сіз как только жүрегіңізді жабасыз, айналаңызға сізден сүйкімсіз адам жоқ та. Өмірде де жолыңыз жоқ. Сіз жүрегіңізді өзгелерге жабамын, өмірде адамдарға жабамын деу арқылы ешкімге емес өзімізге зиян тигіземіз. Ашық жүрекке беріледі. Есіңізде болсын. Жаңа кезеңдер ашық жүрекке. Как будто ұрылмағандай, как будто таяқ жемегендей, как будто сіз ешкім көңіліңізді қалдырмағандай қайтадан ашуыңызға тура келеді өзіңіз үшін. Сол кезде сіз жаңадан ауа ұштасыз. Өйткені квантовый физиканың Гүлжайна ханым законы бойынша да, жаңағы ғалымдардың, физиктердің законы бойынша жүрек ашылған кезде жаңа энергия келеді да, Құдайдың энергиясы. Сол жаңағы божественный энергия келген кезде жаңа идея, жаңа состояние, ал сен жүрегіңді ашпай жапып, мен адамдардың көңілім қалды деп жүрегін жапқан кезде өзің қысылып кетесің да. Тар кеуденің ішінде бір ауа қысылып жатқандай. Ашық жүрек кезде сенің аураңды, адамның жүрегі ашылған кезде оның адамның энергиясы 9 метрге шейін өседі екен. Онда сен больше энергиясы, чем материядан көр. Ал жүрегің жабық болатын болса, сенің энергияң қысып тастайды да, сен жаңағы энергия, негізі біз энергиямыз ғой, материя емес. Біз мәңгі өлмейтін энергиямыз ғой. Сен больше материя тән ғана болып қаласың. Сондықтан өзің қысылып кетесің. Ашқан кезде сен наоборот сіз наоборот жүрегіңізге айтсаңызшы. Мысалға мен өзімнің жүрегіммен былай сөйлесем да, ыстықтап кеттім үйдің. Мен жүрегіммен былай сөйлесем да, қараңызшы Гүлжайна ханым, ол қорқақта, ол таяқ жеп қалған, ол ашам деп талай адам алдап кеткен, ашқан сайын өмірден, сол кезде мен жүрегіме бүйтіп айтам, жүрегім жаным сол, мен сені қорғаймын. Бұрынғыдай болмайды. Ешнәрсе бұрынғыдай болмайды. Наоборот, сіз таяқ жегеннен кейін уже қай жерде қорғауың керек екенін, уже қай жерде алып шығуың керек екенін, қандай адамдармен араласуың керек екенін уже білесің ғой.
білесің ғой. Сондықтан қорықпа, лучше ашылайық екеуміз. Қайтадан өмірге кірейік, қайтадан өмірде қуанайық, қайтадан жаңа белгісіздікке өтейік, қайтадан өмірдің ортасына кірейік, саспайық, жаңадан өмірді көрейік, чем тығылып сандықтың ішінде өзімізді ұстап отырып, ешқандай өмірді көрмей, солай сорлап жүргенше қайтадан өтейік жүрегім деп айтамын да. Бірақ бұл жол қорықпа, я с тобой. Сені естуге тырысамын. И сондай моменттерде менің жүрегім маған өкпелеп қапты. И ол айтады да маған, мен сені білем ғой дейді қазір. Сен ақ жүрекпен қайтадан мені естімейсің. Барма деген жерлерге барып қоясың. Араласпа деген адамдармен араласып қоясың. Ақ көтендіктің таяғын жейсің. Қой деп айтатын моменттер болатын. Сол кездерде онда придется шишка алайық деймін. Үйрену үшін. Сөйтіп алып соңында өзімді таңдауды, жүректі естуді үйрендім. Қай адамдарға жоқ деп айтуды, өзіме ұнамай тұрмаған жерлерден тұрып кетуді, өзіме ұнамайтын адамдармен араласпауды, жалғыз қалатын уақытымды, бәрін жүрегім айтып тұрады. Мен сонымен доспын қазір. Сондай моменттерде мысалға жүрегім айтады. Бүгін мысалға балаңмен уақыт өткіз. Бүгін мен күні бойы Ділдамен жүрдім. Қазір жалғыз қал. Қазір не деп барлығын балансқа шақырады. Жүрекпен қайтадан дос болуыңызға тура келеді. Сізде сондай кезең күтіп тұр. Аха, жақсы. Сол кезде Балиге баруым керек болып тұр Мақпал сіздер. мен келемін өзім скоро. Февраль айының аяғында келсем, ойлап тұрмын, мен келуім керек болып тұр Қазақстанға бір құжаттарға байланысты. Ақыры келгеннен кейін ойлап тұрмын, Алматыда, тағы бір қалаларда, 3 қалада бәлкім ретрит қоятын шығармын. Ақыры келгеннен кейін ретрит өткізіп кетем. Одан кейін либо Америкаға кетем, либо қайтадан Балиға келем. Білмей тұрмын пока что. Жақсы Мақпал. Рахмет жаным. Сізге де рахмет. Жолыңыз ашық болсын жаным. Сізді білем, всегда білем. Мен де сізді 5 жылдан бері тыңдап кетірмін ғой. Шығып кетейін ба, басқа кісілерде кіріп үлгерсін. Алла жолыңызды ашық болсын, жүрегіңізбен қауыша беріңіз жаным. Амин, сізде. Рахмет жаным. Разбор деп жаза беріңіздер. Қазір тағы да қосамыз. (771 208 26 32). Осы жүрекпен қауышу техникасын мен сол 29 дейін деп отырмын. 1 февраль күні болатын сабақта айтам жандарым. Осы жерде айтам. И өмір өткінші ғой жандарым. Құдайды табу, божественный энергияны табу, өміріңе квантовый скачокты жасау, возвышенный энергияда өмір сүру, махаббатта өмір сүру тақырыбын барлығын айтам. Это будет самый невероятный, самый офигенный мой урок. Самый. От души буду делать. От души, как всегда. Сіздердің состояниелеріңіз бақытқа толу үшін. Мадон кепті ғой, қанша жылдан кейін. Мадончик. Қанша 2 жыл болды көрмегенімді сенің. Мадон. Жақсымын жандарым. Қыздар, жігіттер, Алматы, бәлкім батыстан, Шымкент шығар, осы 3 қаладан өткізем ретритті март айында. И сатылымға шығарамын, бірақ өте көп адамды ала алмаймын. Себебі ретритта сіздер білесіздер, көңіл аударылу керек, сондықтан оның сатылымын мен сіздерге айтамын. Пока шығарған жоқпын. Февраль айында айтамын сатылымын. Сол кезде алып үлгеріңіздер. Ал қазір менде сатылымда изобилие, жүректің көзі ашылғанда ана жер шүрпілдеген бақытқа толады. Сол состояниені сезініп, өміріңе ғажайыпты жұлатын сабақты 1 ақпан күні бастаймын. Небәрі 35 мың теңге. 771 208 26 32 деген Білімжанның нөміріне жазсаңыздар, олар сіздерге Каспи Пейден не жібереді? Егер қалайды, счет жібереді, сол счетпен төлейсіздер. Бұл нөмірде ешқандай Каспи жоқ. Мен қазір Балидамын, осы жерде тұрамын біраз. Февраль айының аяғында Алматыға келуіме тура келіп тұр. Сол моментте мен осы ретрит өткізіп кететін шығармын. Хорошо? Қазір разборды аламын біреуіңізді.
Мәні киімді киіп отырмайыншы құрсын, ел шұртпай. Сәлематсыз ба? Шығып кетті Ақерке. Қазір басқа адамды қосайын. Сөйтіп нені қосамадыңдар ма, Айгерка? Ертең кірсеге. Саламатсыз ба? Сәлематсыз, қалыңыз қалай? Қосылған алқам. Ана атыршы. Мен Приморға кіріп қалып едім. Приморға кіріп қалып. Саламатсыз ба, Мақпал апай? Сәлем, жаным. Атың кім? Атым Фатима. М, Ойламаған жерден қосылып қалдым, қуанып тұрмын. Ай, жаным Фатима. Сізді көптен қараймын. Мгм. М, Анау астарлы ақиқат деген негізі шақыратын еді ғой сізді передачаларға. Содан танып алдым. Сарлы ақиқат деген передачаға барған жоқ мен, жаным. Бармадым. Мұнда бір телевизордан әйтеуір бір тарап көріп қалдым да, содан кейін сізді инстаграмнан іздеп тауып, или не көреміз ба? Сондай передачаға шықтыңыз ба? Фатима, сенің ішіңде бір тұман бар сияқты сезім бар ма? Басың істемей қалатын, миың тұманданатын, ясный мысли жоқ, не істеп жүргенді өзің білмейтін, әйтеуір тұманның ортасында таңның атып, кештің батып батқанын білмейтін, сондай сезімдермен, ешқандай ясность жоқ, қайда кетіп баратқаны белгісіз, болашағың белгісіз, не істеп жүргенді өзің білмейтін, сондай состояниеде өмір сүріп жүрсің. Қазірге таңертең атады, әйтеуір кешке шейін жүресің. Сенде де мына жерде горловой чакра қысып тұр, бір жылағың келіп жүр. Көп жағдайда саған келетін, часто келетін сезім жертвенность. Как будто ешкім саған жан ашымайтындай, сені ешкім жақсы көрмейтіндей, сол сезімге тәуелділік байқалады. Көп сезінесің, мені ешкім жақсы көрмейді, мені не деген ести алмай жатсың кішкене, өйткені бір кішкентай 12 жастағы қыздың рөліне кіріп кете бересің. Саған бір махаббат жетіспейтіндей, ешкім сені жақсы көрмейтіндей, взрослый, үлкен, женщина, баласы бар әйелдің рөлін ала алмай жатсың. Жасың нешеде, жаным? Жасым 35-те. 35-те. Сен батыс Қазақстаннан шығып тұрсың ба? Сенде қасиет бар, ата-бабаларың көріпкел болған ба, әулие болған ба, сондай қасиеті бар, саған негізі ол қонғысы келеді, сондай сені бір түстер көретін, аян түс, бір нәрсе ренжісең дәп келетін, сондай қасиетің бар қызсың. Кейде сен содан бір аяқ қолың тартылып ауырып, түнге жақын шошып оянып, сондай бір сезімдерге бөленесің. Өйткені сені қасиет соңғы жылдары қатты қысып жүр, арқаң ауырады все время. Ол саған либо алуың керек, либо алмасаң, онымен бір не қылуың керек, келісімге келуің керек. Бір адамдарға түкірсең, не қылсаң, ұшықтасаң, сол сенде сондай қасиет қонған, өйткені жай адамның ұрпағы емессің. Өте мықты әруақтардың жалғасысың сен. Сондықтан өзіңде осы рухты табуың керек. Сен соншама мықты рухтың жалғасы екеніңді жан жүрегіңмен сезінуің керек. Ар жағында қаншама мықты ата-бабаларың. Ал сен өзіңді жаңа жертва, бейшара сезініп қалсың. На самом деле ішіңде тас шайнайтын, мұз жаратын күш бар. Сен онымен даже бір қосылып көрмегесің. Оны сен ашу кезінде ғана пайдаланасың. Ашулансаң тас жарасың, ашулана бересің. Ашуланған кезде қатты қалшылдап кетесің, өз-өзіңді ұстай алмай қаласың эмоцияңды. Өйткені жүрекке түсу, осознанностьқа келу деген дүниелерді әлі сен сезінбегесің. Сосын менің сабақтарыма бәлкім қатыспаған сияқтысың, өйткені оқып көрмеген сияқтысың. Мынандай болады. Нелеріңізді көремін да, бірақ сабағыңызға қатысып көрмеген. Осы соңғы кездері. Мен саған настоятельно қатысуға кеңес берем. Өйткені сені шараха етеді эмоциялар. Өзіңнің эмоциональный интеллект жоқ. Өзіңнің эмоцияларыңды танымайсың, и олармен контактқа отыра алмайсың. Негізі сенің сөзің мірдің оғындай да.
егер сен ашуланғанда атып тастайсың сөзбен. Сондай мықты Алла тағала саған күш берген, бірақ сен ол күшке өтпей өзіңді деген мен бейшара әйелмін ғой деген жақта өмір сүріп жүрсің, жан жарығым. өзімнің күшті екенін, өзімнің күшті екенімді білемін. Айтатын бір күшке мінсе барлық нені қуып баратынымды білемін. Бірақ білмеймін, осы соңғы 5 жылда өзімнің не істеп не қойып жүргенімді өзімді өзім түсінбеймін. Сосын психологияға көп қарап, сонымен Сен айналысып психологияға қарауға кеңес бермеймін. Психология деген сенің путің емес, духовность сенің путің. жоқ, өзім Ол мүлдем бөлек. өзімді тану үшін, Иә, өзімді тану үшін қарап жүрмін да, психологияға иә. қарағанда. Саған қарап тастадым да, сосын сенің әдетің бар, жаным, сол сен өзгенің сөзін тыңдамайсың, тек өзіңді ғана, даже өзіңді естімейсің, не то что айналаны вообще естімейсің. Айналаңдағы күйеуіңнің не айтып жатқанын, балаларыңның сөзін ештеңке естіп жатқан жоқсың. Өзің бір туманның ішінде бүйтіп алысып жатсың. Срочно саған сабаққа қатыстыр едім, потому что сенің кәдімгідей мына энергияңды жүрекке қондыру керек. Иногда оно настолько тебя шатает, что сен көзің көрмей қалып жатыр, уже құлағың естімей қалып жатыр, и өзің бүйтіп туманда сияқты батып жатқан сияқты болып жатсың. И қасиетіңді қондырып, либо оны қондырмасаң да келісіп өту үшін өзіңді четко тану керексің. Окей? Мықты қызсың. Давай, рахмет. жан. Бұйырса сабағыңызды аламын, қатысамын. Бұйырса емес, ал настоятельно саған айтамын, потому что алуың керексің сен именно өзіңді тану үшін. Жақсы, иә. Давай, жаным. Мош қызсың ғой, мош екеніңді білмей тұрған қызсың. Давай. Аман болыңыз, рахмет. Кет эфирден, жаным. Қалай шығып кету? Просто шығып кетті полностью. До конца шығып кетші, жаным. Көптеген адамдар өздерінің мощь екендерін білмей жатыр да. Қандай силамен туылған. И сонымен соприкасация етпеген күйінде, сол силасына қосылмаған күйінде өмірден өтіп кетеді да көп адам. Өкініштісі. Қосылмаған күйінде. Бірінші ақпан күні сабақ басталады. 771-208-26-32 білім жанға жазасыздар. Бағасы небір 35 мың теңге. Дәл қазір төлем жасаған адамдарға обязательно менеджеріңізге шығыңызды айтыңыз. 3 медитацияны бер деп. Ертеңнен бастап жасаңыздар ол медитацияны. Күнделікті құлағыңызға қойыңыз. 3 күннің ішінде энергияңыздың көтерілгенін байқай бастайсыз. Медитация кезінде жылағыңыз келуі мүмкін. Қорықпаңыздар. Медитация кезінде қараңғылықтан қорықпаңыздар. Менің дауысыма сеніңіздерді, наоборот, ішіңіздегі возвышенный энергияны табыңыздар. Иә? Қазір разбор деп жазыңыздар. Мен бәлкім бір адамды алармын, одан кейін эфирді аяқтайтын шығармын. Может, қазір шамалдан кейін шығып қалармын. Қазақстанда қанша болды? 7,5. 7,5. Сен мықтысың, мен де мықтымын. Бәріңіз молодец. Молодец. Ақжан, сол сезіммен өмір сүріңіз. Бәріңіз мықтысыздар. Бәріңіздің ішіңізде Құдай бар. Бәріңізде Құдайдың шексіз махаббатымен жаратылғансыздар. Ұмытпаңыздар. Әрқайсыңыз. жеті жүз жетпіс бір 208 26 32. 8,5 ба қазір бізде? 7,5 ба? 7,5. Давайте мен қазір эфирден сіздеріне скрин жасап алыңыздар. 771 208 26 32. Эфирді бір күнге сақтап қоямын. Білім жанға жаза тұрыңыздар. Может, мен қазір қайттан шығармын эфирге. Давайте кішкене демалып алайын менде. Сау, саламатта